Сатылғанның екінші рет үйленуі. Сөйтіп тағы да сәтсіз тынды. Мен міне тағы да Қостөбедемін. Құттықтап қойыңыздар. Өгей шешелі болғам. Күлім бала түтетіп отырған түтін сөнгеннен кейін басым ауған жаққа қаңғып жөнелмей, енді өгей шешенде бір көрейін. Көрмегенім осы деп, күміс дейтін адамның қолына келдім. Мұнда келмей қайда барушы едің деп неге сұрамайсыздар? Күміс әкемнен үлкен бе деп қалам, жас жағынан, ал бойы жағынан ыдырыстан биік, бет-бетімі кесек, қалбиған қара әйел. Аты күміс демесең, өзі де, киген киімі де шойынға көбірек ұқсайды. Ластығы жағынан аумаған менің бір кездегі Бибі Жамал жеңгем, соның өзі болмағанымен көшірмесі. Күміс дені сауда адам емес, оқта-текте талып жығылып қалады. Өзінен өзі күбірлеп сөйлеп, әруақ құдайға сыйынып, солармен тілдесіп жүреді. Талмау рудың қазақ қояншық дейді. Күмістің қояншығы күрт ұстайды. Шай құйып немесе от жағып отырады да серейіп жығылып қалады. Тісін шықыр-шықыр еткізіп, аяқ қолының тамыры тартылып, кейде аузынан ақ көбік атып, көздері аларып, тырбаңдап жатады. Бұрын мұндайды көрмеген менде зәре қалмайды. Дереу сыртқа атып жөнелемін. Көрші кемпірлердің біреуін ертіп келем. Тұрдыбек інім, бұл кезде 3 жастан асқан. Күтімсіз болудың салдарынан ит аурумен ауырып, аяғы әлі шықпаған мешел. Түрегеп жүре алмайды. Құйрығымен қозғалады. Көбіне көпсіз еденге төселген құрым киіздің үстінде мойны қылдай болып, көздері бақырайып, жарбиып отырғанды біледі. Өзі мешел болғанмен тілі сау, сөйлесе тақ-тақ етеді, бірақ көп сөйлемейді. Өзінің мешел болып қалуына осы жүрген адамдардың бәрін кінәлап, қаратыс айтқандай сәби қабағын түйіп алып, түксиіп үнсіз отырады. Бұл күнде ауылдың үлкен кішісінің бәрі оның Тұрдыбек дейтін атына мешел дейтін сөзді қабаттап қосып атайтын болды. Тұрдыбек мешел. Жуыну, киім ауыстыру дегенді Тұрдыбек шешесі өлгелі білген емес. Оның үстінде киім бе болмаса жабағы тәрізді жапсырып таңып қойған бірдеңе ме ажырату қиын. Аяқ қолы шиедей, шашы өсіп, құлақтарын көміп кеткен. Сәбидің сол кездегі кейпі көзіме елестегенде, осы күні де менің жүрегім шошынудан қағайырыла жаздайды. Күміс талып, жығылып жатқан кезде Тұрдыбекте ес қалмайды. Бірақ ол мен құсап үйден қашып кете алмайды. Құйрығымен тез-тез сырғанап үйдің алысырақ бұрышына қарай шегіне береді. Екі көзі есік жақта бүгеп, ұзын боп серең-серең етіп жатқан күмісте. Менің үйде болғанымды Тұрдыбек жақсы көреді. Екеуден екеуі қалса, қабағы ашылып, сергіп, бірдеңе сөйлей бастайды. Кәдімгідей балалық мінез ұстап ойнамақ болады. Менің жаным Тұрдыбекке керемет ашушы еді. Күміс Тұрдыбекке қатал қарайды, оңашада ұрып соғады екен. Оны маған Тұрдыбек өзі айтты. Қайтейін, ара түсуге менде шама бар ма? Інімнің ауыр халі ішіме у боп құйылады. Мен бұл кезде жұрттан жасырылып өлеңдер жазатын едім. Көбі өз басымдағы қайғы қасіретім. Әлі де болса өлдіге қиғым келмейтін аяуланам оны жоқтау. Тұрдыбектің басындағы ауыр хал, күмістің оның ұратындығы. Қара бұлттай қалбиған мынау күміс, соғады Тұрдыбекті гүрс-гүрс деген 2 жыл өлең есімде қалыпты. Күз. Нарынқолда 5-ші оқып жүрмін. Осында Нұрғабыл дейтін бізбен туысқан кең бейіл тамаша адам бар, мұғалім. Сатылған екеуміз соның үйінде жүрміз. Бір күні осы үйге сөмпиіп әкем келіп тұр. Жайша келдің бе? Тұрдыбекті бәлініске әкебем. Оған не болды? Су екен деп аптол ішіп қойыпты. Уақиға былай болған. Әкем әйелі екеуі қырманда малатыкылда істейді. Ауылдан бір қауым жер.
Сонда жатып, сонда тұрады. Тұрдыбекті де алып барған. Аяғы жоқ Мешел бейшара ұзақ күнге қырманның шетінде күнге борсып отырған ғана білет. Өгей шеше оған қарамайды. Панасыз сәби бір күні әлгідей отырып, қатқақсып шөлдейді. Ішуге су іздейді. Маңайында әр түрлі шелек, бөшкелер тұрады екен. Соларға үңіліп қарай бастайды. Шелектің біреуінде молотилканың моторына құятын автол тұрады. Сәби оның не зат екенін біле ме? Басын сұғып жібереді де қылқылдатып жұта бастайды. Байғұс інім ауруханада 1-7-де жатып шықты. Талайға дейін оның ішіне ас тоқтамайтын болды. Қыс кезі. Қазақы жайпақ шанамен тағы да Қостөбеден әкем келген. Шанасында төселген киіз, жаман бір көрпе жатыр. Біреуді алып келдің бе, не жұмыспен келдің? Тұрдыбекті бәлінсеге әкелбем. Тағы не боп қалды? Ұста дүкендегі отқа қолын тығып алыпты. Уақиға бұлай болған. Өскенбай ұстаның дүкені біздің үйдің қасында. Тұрдыбек бұл кезде үйдің қабырғасында дуалға сүйеніп жүретін болған. Ылғида жападан жалғыз отыра беруден іші пысқан сәби бір күні там-тамды жағалап, сырғып, ұста дүкенге келеді. Тұрдыбекпен шамалас Қырғызбай дейтін бала бар. Ол Мешел емес сау. Қалтырап әрең тұрған Тұрдыбекті Қырғызбай қызық үшін жұлқып итеріп келіп қалады. Тұрдыбек омақаса жығылып, бір қолын көріктің қып-қызыл шоғына, білезігіне дейін оңдырмай тығып алады. Бұл хабарды естігенде менің арқа басым шымырлап кетті. Байғұс сәби тағы да ауруханада. Ініме мен күн сайын келіп тұрам. Пряник, кәмпит әкеліп берем. Мұнда оны келісімен моншаға салған шашын алған, таптаса іш киім халат берген. Күйген қолын добалдай етіп таңып, ақжамайлы сеткалы темір керуетке жатқызып қойған. Мен алғаш келгенде өз інімді өзім танымай қала жаздадым. Түрінен кісі шошығандай бұрынғы Тұрдыбек емес. Екі көзі қарақаттай сүп-сүйкімді біреу. Мені көріп, әдемі жымиып күлет. Інім екен сонда ғана таныдым. Адамды адам ететінде, хайуан ететінде тұрмыс екен. Мен соны білдім. Бір күні сабақ соңынан Тұрдыбекке тағы да келген едім. Төсегінің қасында отырмын. Тұрдыбек сау қолымен жастығының астын оқпалып, бірдеңе іздей бастады. Сөйтсем, 3 тал домалақ кәмпит екен. Мә, аға, же, саған сақтап қойдым деп ұсынып жатыр. Бұл кәмпиттерді таңертең шаймен берген. Тұрдыбек жемей өз аузынан жырып маған сақтап қойыпты. Інімнің бауырмалдылық қылығына іші бауырым еріп кеткендей болды. Өзің же ғой. Мен екі түрлі мамандықтың адамын жасымнан керемет қадірлейтін едім. Бірі мұғалім, екіншісі дәрігер. Дүниедегі ең ақылды, ең мейірбан жандар осылар тәрізденетін. Мен мұғалім мен дәрігерден тек жақсылық күтуші едім. Оларға өз ата-анама сенгендей сенуші едім. Мұғалім мен дәрігерден оңбаған адам шығады деп мен еш уақытта ойламайтын едім. Амал қанша шығады екен. Қаттыгез тағдыр Тұрдыбек інімді дәрігердің оңбағанына кез келтірген. Ол оны адам-ау деп, келешегі бар-ау деп қарамаған. Аяғын сындырып алған лақ тәрізді көрген. Күйген қолдың әр саусағын жеке-жеке даралап байлап емдемей, қосып бірақ байлаған. Соның салдарынан жазыла келе 5 саусақ біріне бірі жабысып бірігіп кеткен. Алақаны қасықтың басы тәрізденіп, шұқанақ қуыс болып қалған. Бұны біз інім ауруханадан шыққанда бірақ көріп білдік. Дәрігердің өз ісіне немқұрайлы қарауы өсе келе Тұрдыбекке аса қымбатқа түсті. Күйген қолы еңбек етуге айыр, күрек, балта секілді еңбек қаруын ұстауға жөнді жарамайтын болды. Байғұс бала сөйтіп мәңгілікке мүгедек болып қалды. Мен үшін жазғы демалыстың болғанын болмаған артық. Қайда барам? Тағы да кімнің қолына телміріп қараймын. Қостөбеге күміс шешеме жолағым келмейді. Қостөбеден өзімнің Қостөбемнен безер болуыма және бір себеп бар. Ол колхоз жұмысы.
Бригадир төбемді көрісімен атының басын ұрып жетіп келеді. Өй, әке, оқуың бітті ме? Кеп қалдың ба? Олай болса ертеңнен бастап жұмысқа шық. Ана шөп машинаның біреуінің атына мін дейді. Біз үшін, жалпы балалар үшін жазғы демалыс деген тек аты ғана. Ал заты әлгідей жаз бойы колхозда жұмыс істейміз. Көз боп оқу басталарда сонда ғана жұмыстан мойнымыз босап, дейміз. Біз үшін нағыз демалыс ол оқудың басталуы. Амал қанша? Қостөбеге келдім. Басқа барар жерім жоқ. Әкем бұл кезде жалғыз үй боп, ауылдың сыртында бойдақ қана бағады екен. Ескі бір тамды пана қылып отыр. Бір бөлмеде өздері тұрады. Қарама-қарсы төбесі ашық басқа бөлмеге түнде сиыр қамайды. Далан үй екеулеріне ортақ, ол да төбесіз. Адам тұратын бөлмеде керек десеңіз есік те жоқ. Есік орнына ескі бір дағыр ұстап қойған. Кейде үйде адам жоқта сұғанақ сиырлар тамақ иісін біліп, кіріп кетіп, оны мұны шашып, қазан аяқтың әптер-тәптерін шығарады. Күн ысыда оқыра қуған сиырдан өткен ақмақ нәрсе бар ма? Құйрықтарын қайқайтып тігіп алып, көздері шарасынан шығып, бас сауғал көлеңкездеп, жан таппағанда үйде кісі отырғанына қарамастан тасырлатып кіріп келеді. Әуелі өзіңді басып кете жаздайды. Бәріміз бірде шу ете қаламыз. Сол кезде әлгі сасық қорс етіп, қайта үркіп жөнелгенде дағыр есікті мүйізіне іліп, қосалып кетеді. Менің Қостөбем аудандағы ең әлсіз көтерем колхоздың бірі еді. Малшылары тігетін баспана болмағандықтан серпіліп жайлауға да көше алмайды. Өстіп, жаман-жұман тамдарды пана етіп, ауылда төңкеректеп, быжынаған қара шыбын көк сонамен алысып, бықсып отырады. Ауылдан оқшау жалғыз үй болғандықтан мен әзірше бригадирдің көзіне түсе қойған жоқпын. Шынында да демалып уақыт өткізудемін. Жинаған бір жәшік өзімнің меншікті көркем әдебиет кітаптарым бар. Солардың ұнағандарын пәлен қайтара оқумен болам. Бір сұмдық шықты. Кітаптарымның ара-арасынан бір бет, екі бетін біреу маған білдірмей жыртып әкетеді. Мен кімнен көрерімді білмей зарлаймын да қаламын. Әкем, сонша не көрінді? Қалған сау беттерін оқысаң да жетпей ме деп зекіп жұбату айтқан болды. Сөйтсем, ұры алыстан келмейді екен, ұры әкемнің өзі екен. Ол шылым шегет, газет жаздырып алмайды. Бір күні байқасам, темекі орау үшін қалтасынан алып жатқан қағаз менің кітабымның жыртылған беті. Жалтаруға әкеде жол қалмады. Мына қызыққа қараңыз. Әліпті таяқ деп білмейтін әкемнің кітап жөнінде түсінігі өзінше екен. Кітапта бет көп. Оның бір-екеуін жыртып алғаннан ол несі кетеді деп қарайды. Мазмұны ой сырап қалады деп ойламайды. Бір қора қойдың біреуін сойып жегеннен мал қарасы азая ма? Ол солай ойлайды. Тек өлең жазуға арналған қатырма тісті қалың дәптерім бар. Үйден аулақ оңаша барып, көгел шөпке бауырымды төсеп жатып алам да өлеңдер жазам. Бұдан бұрынырақ жазған өлеңдерім өзіме ұнамайды. Нашар өлеңдердің көзін ең соңғы рет тып-типыл етіп жоям. Енді тек бір сөзді де өзгермейтін әдемі сұлу өлеңдер жазбақшымын. Дәптерім кіл асыл өлеңге толы болған соң, тарих үшін оны сақтап қоймақшымын. Болашақта кім болам? Осы кезде бұл мәселенің басы әбден ашық шешілген. Әрине жазушы болам, кітапта жазам. Шешемнің бейті әлгі арадан онша қашық емес, тұспа-тұс. Ши-шидің арасымен аяңдап солай қарай келем. Анашыма жоламай кетуді қылмыс көрем. Бейттер бұлар да өзінше бөлек жатқан бір ауыл есепті. Жұрттың бәрі ақыр түбінде осында келеді. Осы ауылдың мәңгілік тұрғынына айналады. Ең ортада баяғыда 100-ге келіп өліпті дейтін тапи күмбезі. Одан үлкен күмбез жоқ. Әр түрлі шағын күмбез сыпашылар, көпшілігі басына түк те тұрғызылмаған жай ғана дөңбешіктер.
Адамдар өлген соң да бірдей бола алмаған, кімнің бай, кімнің кедей болғаны беп белгілі. Менің анамның бейіті жай төмпешік, үстінен шөп өсіп, төмпегі аласырап кеткен. Анашым асыл анам, басыңа балаң келіп тұр, артыңа аңыратып тастап кеткен жетімегің келіп тұр. Сен сеземсің, білемсің, сағындым-ау анашым өзіңді. Мен о дүние бар дегенге сенем, сенгім келмесе де сенем. Ерте ме, кеш пе, мен дағы өлмей той, о дүниеге барам. Міне, сол арада анаммен кездесем. Жүрек қалтамның алыс түпкіріне тығып қойған менің ендігі жалғыз үмітім осы. О дүние маған осы үшін қажет. Сонда анаммен қалай көрісер екем. Әңгіменің соңы.